Барлықтарыңызға сәлем, Дарику каналына қош келдіңіздер. Бүгін творог пен сочник жасайтын боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Сіздермен де рецептімен бөлісетін боламын. Өте қарапайым, оңай рецепт. Әрі өте дәмді, жұмсақ болып шығады, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер каналға тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен ұн мен қопсытқышты біріктіріп, жақсылап араластырып қоямыз. Енді бөлек ыдысқа жұмыртқа мен қантты біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Қантымыз аздап ерігені дұрыс. Енді комната температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды қосамыз. Қаймақ, тұз және ванилинді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ ингредиенттермен біздің майымызды осылай біріктіреміз. Жақсылап лопатаның көмегімен немесе сразу қолыңызбен елесеңіздер де болады, ол өз еркілеріңіз. Осылай барлығын біріктіріп, бір келкі қамыр шығаруымыз қажет. Міне біздің қамырымыз осындай болып шығады, қолға жабыспайды. Енді оны пакетке немесе салафанға орап, холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге творог қажет болады. Маған шамамен 300 граммдай творог кетті. Оған қаймақ қосамын. Бір жұмыртқаның ақ-уызын қосатын боламын. Осылай бөлек алып аламыз. Сары уызды кейінірек бетіне жағатын боламыз. Енді творогтың үстіне ұнды қосамыз. Сахарный пудраны қосамыз және ванилин қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің начинкамыз дайын болды. Енді қамырды алып, оны екіге бөлеміз. Енді оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып аламыз қамырды. Шамамен 3 мм қалыңдықта жайғандарыңыз дұрыс. Енді стаканның көмегімен мен осылай домалақ пішіндерді кесіп алдым. Видеода менің қамырларым аздап қалыңдау болып тұр, сол себептен аздап жайып алдым тағы да. Енді салмасын салып, видеода көрсетілгендей осылай екі бүктеп жасай бересіздер, өте оңай. Осылай екі бүктеген кезде аздап қысып формасын келтірсеңіздер дұрыс болады, себебі піскен кезде олар ашылып кетуі мүмкін. Сол үшін осылай жақсылап біріктіреміз. Формаға пергамент қағазын төсеп, сочниктердің барлығын орналастырып шығамыз. Енді сары уызбен осылай беттерін жағып шығамыз. Енді сочниктерімізді қызып тұрған пешке 20-25 минутқа 180 градусқа пісіріп аламыз. Міне достар, сочниктеріміз пісіп шықты. Міне осылай керемет болып пісіп шығады. Егер қамырыңыз қалың болып қалса, осылай ашылып кетуі мүмкін. Енді сочниктерді суытып, ұсынар алдында сахарный пудрамен сеуіп ұсынсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет.
ас болсын.